Ертеде қазақ ауылында Ермек деген бір бала болыпты. Оны барлығы Жалқаубек деп атайды екен. Анасы қанша шақырса да Ермек көбінде тыңдамайтын. Ермек, үйге кір, тамақ ішеміз. Ал оны не үшін бәрі Жалқаубек деп атайтынын білгің келе ме? Онда бірге тамашалайық. Ермек, қолыңды жу алдымен. Қойш, жуғым келмейді. Мен ботқа жегім келмейді, ұнамайды маған. Ермек, қарның ашады, ботқаңды же. Ермек, төсегіңді жинап, киімдеріңді орнына қой. Қойш, жинағым келмейді. Ермек, дастарханды жинауға көмектес. Жоқ, мен ойнағым келеді. Қашан үйренесің? Ермек, сабағыңды оқы балам. Білімді болу керек. Оқымай-ақ қояйыншы. Достарыммен ойнағым келеді. Жүгір, Ермек, пас бер. Гол! Пас берші, Ермек. Сен неге бөліспейсің? Ойын командалық қой. Сондықтан сені Жалқаубек дейміз. Өзім ойнаймын, қойш сендерді. Ермек, кел көмектес, таса кел. Жоқ, өздерің істей беріңдер. Мен ойнап жатырмын. Сен үнемі осындайсың, ешқашан көмектеспейсің. Сондықтан біз сені Жалқаубек деп атаймыз. Ойнамасаңдар, ойнамай-ақ қойыңдар. Үйге кеттім. Я Аллам, балама ақыл берші. Үнемі тыңдамайды, мен шаршадым. Маған көмектесші. Балама қашан ақыл кіреді екен? Не айтсам да тыңдамайды. Тазалыққа мән бер, ұлым. Жұмысыңды істеп, достарыңды ренжітпе. Жарайды, анашым. Балам, жуынып, киіміңді ауыстыр. Сосын маған көмектесуге кел. Мам, менің ұйқым келіп тұр. Кейін жуам. Ұйқы деген қандай тамаша. Жалқаубек баламай, жуынбай ұйықтап қалғансың ғой? Тазалық адамның көркі. Ертең ер жеткенде түсінесің. Еріншек, мен сенің істерің үшін келдім. Мен сені алып кетемін. Енді сен менің балам боласың. Енді сен ешқайда қашып құтыла алмайсың. Әне, үйге де келдік. Енді сені жақсылап тәрбиелеймін. Сіз кімсіз? Мен қайдам? Сіз кімсіз? Енді менің үйімдесің. Егер еріншектік жасай берсең, бұл орманнан ешқашан шыға алмайсың. Тазала бөлмені. Анашым, достарымды да сағындым. Жылағаннан ештеңе шықпайды, жұмыс істе. Тазалап шық. Енді қашып кетейін. Ойбай! Бұл не? Құтқарыңдар! Анашым, құтқаршы! Ой, түс екен ғой. Жоқ, бұдан бұлай жалқау болмаймын. Үйді жинаймын, анама көмектесемін, сабағымды оқимын. Апа, мен бәрін түсінедім. Жалқайлық жақсылыққа апармайды. Балалар, жалқау болмайық. Үйді таза ұстап, сабақ оқып, ата-анамызға көмектесейік. Балалар,
әр қашан тазалықты, еңбекті және достықты сүйейік. Арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Қызықты ертегілер бізбен бірге. Балақай, егер сен де Жалқаубек сияқты болсаң, сені де алып кетемін.